Бес қағиданы сақтау арқылы тіліңізге ие бола аласыз. Тілге ие болуды қалай үйренуге болады? Аталмыш сауал көптеген жандардың көкейінде жүретін өтірік емес. Адам баласының басына туатын ең ауыр сынақтардың бірі өз тіліне ие болу. Тілмен де күнәлар жасалады. Олар ғайбат, өсек, өтірік және де ренжітетін сөздер. Ашу мен ыза қысқанда ойымызға не келсе соны айтып саламыз, бірақ соңынан қатты өкінеміз. Бұл әркімге де таныс жайт, солай ма? Бұдан қашып құтылудың жолы бар ма? Өз тіліңнің құрбаны болмау үшін не істеу керек? Бұдан өзімізді қалай сақтауға болады? Бұл нәрсені қарастыра келе, 5 қағиданы қолдана біліңіз. Бірінші қағида: ойлана біліңіз. Бір нәрсе айтар алдында сәл де болса ойланғаныңыз жөн. Әсіресе ашу ыза кернеп тұрған кезде өз аузыңыздан шыққан сөздердің сізге опық жегізбеуін қаласаңыз, бір нәрсе айтар алдында алдымен ойланып алыңыз. Сөздің қадірін кеткендігі сондай. Біз ойланбай, аузымыздан шығып жатқан сөздерге мән бермей, оларды оңды солды сілтей беретін әдетке үйренгенбіз.